Ең қызығы қазір музейде 17229 экспонат сақланады және оның саны да жыл сайын артып бармақта. Сонда бұл экспонатлар қай жерден алынған дейтін болсаңыз, ол республикамыздың барлық қала, район, ауылдары һәм адамлардың өздерінің үйлерінде осы күнге шейін сақлап келген бейбаға экспонатлар есептелінеді. Музейдің қолжазба һәм тас баспа кітаплар фондында қазіргі уақытта 1000-нан зият ескі араб тіліндегі кітаплар сақланады. Жоғарыда айтып өткенімдей, музей 3 қабаттан ібарат. Бірінші қабатында музейдің экспонатлар сақлайтын фондханасы жайласқан. Екінші қабатта музейдің ашылу тарихы, айемгі дәуірдегі Қарақалпақ әдебиетінен баслап, халық ауызекі дөретпелері, Қарақалпақ сөздерінің басламасы көргезбесі, жазба мирасымыз, қолжазбалар һәм басқа көргезбелерді де көре аласыз. Үшінші қабатта болса музейдің ең ахметлі һәм сізді қызықтыратұғын экспонатлары жайласқан. Яғни Бердақ сыйлығының лауреатлары һәм 19-шы әсірден 21-шы әсірге шекемгі Қарақалпақ әдебиетіне бағышланған экспонатларды көресіз. Және Бердақ залы да осы қабатта жайласқан.